Иә, қосып қойдым. Мен Жаңаөзен қаласы нөмір 15 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жомитбаева Амангүл Аманқосқызы. Осы біліктілікті арттыру курсында қысқа мерзімді жоспарды 2-ші сыныптың дүниетану пәніне құрып отырмын. Дүниетану бағдарламасымен таныса отырып, ішінен мен және қоғам бөлімінен 1-4 бөлімшесінен 2-1-1-1 көлік түрлерін, олардың қажеттілігін ажырату мақсатын таңдадым. Осы оқу мақсатына жету үшін қосымша 2-1-1-2, яғни қоғамдық көліктегі өзін-өзі ұстау ережелерін түсіну мақсатын алдым. Бағалауға сай, жалпы оқудан жеке оқуға көшуге байланысты сабақ формасының оқу мақсатын 3 сабақ мақсатына сараладым. Ол мақсаттар көлік түрлерін біледі және оларды топтастырады, көлік қажеттілігін ажырата алады, қоғамдық көліктегі өзін-өзі ұстау ережелерін түсінеді. Оқу мақсаттарына жету үшін тілдік мақсат алдым. Тілдік мақсатымды заман талабына сай 3 тілділікті атап өттім. Осы құрған қысқа мерзімді жоспарымды смарт форматта, яғни нақты, өлшемді, қолжетімді, шынайы уақыт түрінде бөлдім. Қысқа мерзімді жоспар құруда оқыту мақсаты мен сабақ мақсатына сай оқушылардың қажеттіліктерін ескере отырып 3 тапсырма алдым. Келесі бет. Бірінші тапсырмамды белсенді әдіс арқылы, яғни топтық жұмыс арқылы алдым. Топтық жұмысын бірге ойлаймыз деп аталады. Бұл жердегі сабақ мақсаты көлік түрлерімен танысып, олардың қандай топтарға бөлінетінін анықтайды. Коммуникативті дағды, тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, ойлау деңгейі, білу, түсіну, қолдану. Бірінші тапсырмада білім алушылар топқа бөлінеді, суретпен жұмыс жасайды. Яғни бірінші топ әуе көліктерін табады, екінші топ жер көліктерін табады, үшінші топ су көліктерін табады, айтады және 3 топта осыны кестеге орналастырады. Бұл әдістегі ұжымдық топтық жұмыстың тиімділігі білім алушылардың бір-біріне көмектесуіне, ұйымшыл болуына, өзара келісімге келіп жұмыс жасауына ықпалын тигізеді. Ал осы тапсырмадағы бірге ойлаймыз әдістің тиімділігі оқушылардың бір-біріне қамқор болуына, берілген жұмысты ынтымақтастықта атқаруына ықпал етеді. Мұндай әдістерден оқушыларда қалыптасатын дағдыларға келетін болсақ, білім алушылардың өз-өздеріне сенімдері артып, ойларын анық білдіруге, ынтымақтасып жұмыс жасау сияқты дағдыларды қалыптасады. Үшінші тапсырмамды саралаудың қарқын тәсілі бойынша алдым. Бұл тапсырманың мақсаты қоғамдық көліктегі өзін-өзі ұстау ережелерін түсінеді. Ойлау деңгейі жинақтау. Қарқын тәсілі бойынша А-В-С оқушыларға жеңілден ауырға қарай, яғни спираль түрінде тапсырмалар беріледі. Бұл жерде А оқушы қоғамдық көліктегі өзін-өзі ұстау ережелерін атайды. В оқушы берілген кестені сәйкестендіріп сызады. С оқушы қоғамдық көліктегі жүріп тұрудың жадынамасын жазады. Бұл тапсырмада қолданған саралап оқытудың тиімділігі әр оқушының қажеттілігін ашу мен қолдауға, оқу бағдарламасының қойған мақсатына жетуге мүмкіндік береді. Саралаудың қарқын тәсілінің тиімділігі әр оқушыға оның қабілеті мен мүмкіндігіне қарай тапсырмалар беріледі. Бұдан шығатын қорытынды білім алушыларда мынадай дағдылар дамиды. Тілдік қорлары молайып, өз беттерінше қорытынды шығарылады. Келесі бет апай. Осы курс барысында критериалды бағалаумен таныстым. Осы қысқа мерзімді жоспарды құру барысында мынадай бағалау критерийлерін алдым. Көлік түрлерін біледі және атай алады. Көліктің қажеттілігін ажыратуға үйренеді. Қоғамдық көліктегі өзін-өзі ұстау ережелерін біледі. Критериалды бағалаудың тиімділігі оқушыны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізетін бағалау жүйесі. Келесі. Критериалды бағалауға мысал ретінде екінші тапсырманы алдым. Бұл тапсырманың жұптас ойлан бөліс тәсілімен жұптық жұмыс қылып алдым. Бұл жердегі сабақ мақсаты көліктің қажеттілігін ажырата алады. Екінші тапсырмада білім алушылар жұптасып, тапсырмаларды жеңілден ауырға қарай орындайды. А жұбы қазіргі заманғы көліктерді атау және қызметін айту. Бұл жердегі дескрипторы қазіргі заманғы көліктерді атайды және қызметін айтады. В жұбы ертедегі көліктерді атау қажеттілігін айтады. Дескрипторы ертедегі көліктерді атайды, қажеттілігін айтады.
СЖБ ертедегі және қазіргі көліктерді салыстыру, айырмашылығын айту. Дескриптор ертедегі және қазіргі көліктерді салыстырады, айырмашылығын айтады. Бұл жердегі беріліп отқан дескрипторлардың тиімділігі, оқушы жұмысын бағалайтын тұжырым, сабақтың соңында қалыптастырушы бағалау, жетістік баспалдағы арқылы өзін-өзі бағалау жүргізіледі. Өзін-өзі бағалаудың тиімділігі дегеніміз, оқушылар өзін-өзі бағалау арқылы өздерінің оқудың қандай сатыда тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін болжай алады. Бұл жердегі кері байланыстың тиімділігі, оқушы өзінің мықты, осал тұсын анықтайды және алға жылжуға ықпал етеді. Келесі, ықшам сабақ, қысқа мерзімді сабақ жоспарын нәтижелі жасауға бағытталған тиімді тәсілдің бірі. Курс барысындағы тренерінің кері байланысын ескере келе, оқу мақсатын смарт форматында жасау керек екенін, сабақтың негізі мақсатта екенін ұғындым. Әріптесім Айтмамбетова Қарлығаштың әдіс таңдауда көмегі тиді. Алдағы уақытта белсенді оқу тәсілдерін сабақ мақсатына сай, қысқа мерзімді сабақ жоспарын жасауда қолданамын. Саралау тапсырмаларының әр сабақта беріліп отыруына мән беремін. Осы курсқа қатысу барысында саралау әдісінің тиімділігін түсіндім. Іздену арқылы жаңа ақпарат алдым, жаңа әдіс тәсілдер алдым. Мен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы номер 10 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жолдасова Райла Ахметовна. Осы біліктілікті арттыру курсында қысқа мерзімді жоспарды құруда меңгергендігімді 4-ші сыныбының әдебиеттік оқу пәнінен көрсеткім келеді. Сабақтың тақырыбы ерлік ұмытылмайды. Қаһарман қыз Хиуаз. Әдебиеттік оқу бағдарламасымен таныса отырып, тыңдалым және айтылым бөліміндегі бірде-бір шығарманың мазмұнымен түсіну бөлімшесіне 4-1-1-1 шығарманың мазмұнын толық түсіну, кейбір тұстарын нақтылау, оқиғаның себеп салдарын анықтау үшін сұрақтар қою және жауап беру оқу мақсатын таңдадым. Ортақ тақырыбым менің отаным Қазақстан. Бағдарлама талаптарына сай жалпы оқытудан жеке оқытуға көшуіне байланысты оқу мақсатын 3 сабақ мақсатына сараладым. Бірінші, шығарманың мазмұнын толық түсінеді, кейбір тұстарын нақтылайды. Екінші, оқиғаның себеп салдарын анықтау үшін сұрақтар қояды және жауап береді. Үшінші, мұғалім көмегімен шығарманың композициялық құрылымын анықтайды. Осы сабақта мақсатыма жету үшін оқу мақсаты мен сабақ мақсаттарын басшылыққа ала отырып, төмендегідей әдіс тәсілдерін қолдандым. Қосымша оқу бағдарламада тілдік мақсатты алдым. Сонымен қоса қазақ тілі және орыс тілі пәндері бойынша пәнаралық байланыстар болды. Заман талабына сай 3 тілділікті де қарастырып өттім. Және смарт мақсаты бойынша басқарудың белсенді әдістері алынды. Бірінші, қолжетімді уақыт болды. Екінші, 3 мақсатқа 3 тапсырма алдым. Үшінші, тапсырмаға 3 сурет алдым. Төртінші, оқушылар бір-бірін тыңдап, бір шешім қабылдады. Бесінші, бір-біріне қолдау көрсетті. Келесі. Біліктілікті арттыру курсында үйренгенім белсенді әдіс. Қысқа мерзімді жоспарды құруда бірінші тапсырмамда Jigsaw әдісін енгізгенімді айтып өтейін. Топтық жұмысы А тобы Батыр қызы Хиуаз мәтіні бойынша сұрақтарға жауап береді, өз ойын еркін айтады. Ал В тобы мәтін мазмұны бойынша толық түсінеді, жетекші сұрақтарға жауап береді. Мәтінде кездескен түсініксіз сөздерді табады. С тобы мәтінді оқи отырып, жетекші сұрақтарға жауап береді, мәтіннің қай бөлігі екенін ажыратады, мәтіндегі оқиғаны нақтылайды. Бұл жерде топтық жұмыстың тиімділігі, білім алушылардың ойлау қабілеті артады, пікір алмасып өз ойларын еркін жеткізуіне септігін тигізеді. Топтық жұмысында Jigsaw әдісін қолдану арқылы білім алушының бойында тұжырымдылық және ыждағаттылық қасиеттері қалыптасады. Білім алушыларда қалыптасатын дағды өз ойын еркін жеткізу, пікір алмасу, ортаға салу, шешім қабылдау, қорытынды жасау дағдылары қалыптасады. Келесі. Саралау қарқын тәсілін алдым. Қысқа мерзімді жоспар құруда сабақтың басында барлық тапсырмаларымды саралап алдым. Қазір мен екінші тапсырмамды қалай саралағанымды көрсеткім келеді. Бұл тапсырмамда жұптық жұмыс етіп ұйымдастырып алдым. Білім алушылар жұптық жұмыс жасап жатқан кезде қарқын тәсілі арқылы сараланды. А жұбы батырлық
ерлік туралы мақал жазса, В жұбы тыңдаған материал бойынша мәтіндегі ұшқыш хиуаз бен бала хиуаздың ұнаған қасиеттерін кестеге жазады. Ал С жұбы ұшқыш хиуазға таныстырылым жасайды. Осы тапсырмаларды орындауда білім алушыларға қарқын тәсілі арқылы күтілетін нәтиже қарапайымнан күрделіге қарай белгісіздіктен абстрактіге шиыршықтану арқылы білім алушылардың қабілеттеріне сай тапсырмаларды орындаттым. Саралап оқытудың тиімділігі білім алушыларда ойлау қабілеті дамиды, шапшаң қимылдауға дағдыланады, бірдей уақытта берілген тапсырмаларды бітіруге тырысады, білім алушыларда қалыптасатын дағды өз бетінше тұжырым жасап қорытынды шешімге келуге, топ алдында өз ойын айта білуге қабілеті дамиды. Келесі. Критериалды бағалау оқу мақсатынан шыққан 3 сабақ мақсатына бағалау критерийін құрдым. Критериалды бағалаудың тиімділігі сабақ мақсатындағы тапсырмаларды орындай отырып, оқу мақсатына жетеді. Оқушыларға сабақ барысында туындаған қиындықтарды түсінуге, ұсынуға, бағалауға мүмкіндік береді. Келесі. Критериалды бағалауда 3-ші тапсырмамды алдым. Бұл жерде жеке жұмыс жүреді. А жұбы суретке қарап мәтін құрастырады, өз ойын еркін жеткізеді. Дескрипторы суретке қарап мәтін құрай алады, өз ойын еркін жеткізе алады. В оқушысы суретке қарап мәтінді құрастырады және талдайды. Дескрипторы суретке қарап мәтін құрастырады, құраған мәтінін талдайды. С оқушы ұшқыштардың қандай ерлік жасайтынын туралы мәтін құрады, өмірмен байланыстырып болжайды. Дескрипторы ұшқыштардың жасаған ерлік өмірмен байланыстырып болжайды. Дескриптор тиімділігі білім алушылар жасайтын қадамдарын, балдарын біліп отырады. Бал тең, бірақ тапсырмалар күрделіленіп отырады. Тапсырмалар анық болады. Және бұл тапсырмада қалыптастырушы бағалау, жеке бағалау, тәттім әдісі арқылы жүргізіледі. Қалыптастырушы бағалау тиімділігі білім алушыларға өзінің оқуы туралы қорытынды жасауға және нәтижені жақсарту, керекті шешім жасауға ықпал етеді. Кері байланыс өз сөзімнің дәлелі әдісі арқылы жүргіземін. Кері байланыстың тиімділігі өзін-өзі бағалап үйренеді. Білімнің артықшылығы мен жетіспеушілігін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Келесі. Ықшам сабақ негізінде іздену арқылы жаңа ақпарат алдым, жаңа идеялар пайда болды. Әріптесім тәжірибесімен бөлістім, әдіс тәсілдері қалай пайдалануды үйрендім, саралау әдісінің тиімділігін түсіндім. Тренерім қысқа мерзімді жоспарды құруда саралау әдіс тәсілдерінің тиімділігін жақсы ұғындырды. Сабақты дұрыс ұйымдастыруды, теориялық білім алдым. Әріптесім Жақсылықова Ләззаттан әдіс тәсілдерді дұрыс пайдалануды қолдау көрсетті. Алдағы уақытта осы курстан алған теориялық білімімді өзімнің іс тәжірибемде қолданамын және де білім алушыларыма қызықты, әсерлі сабақ өткізгім келеді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мен Жаңаөзен қаласы Төлесін Әлиев атындағы номері 1-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Исполсинова Қаламқас Қаржаубаевна осы біліктілікті арттыру курсында қысқа мерзімді жоспарды меңгергенімді 2 сыныбының қазақ тілі пәнінен құрып отырмын. Тақырып: менің ана тілім қазақ тілі, тарауы бойынша ауызекі және жазбаша сөйлеу. 1-ші сабақ. Осы қазақ тілі пәнінің бағдарламасымен таныса отырып, 1-ші тыңдалым және айтылым бөлімінің 1-1 бөлімшесінен 2-1-1 оқу мақсатын алдым. Бағдарлама талаптарына сай жалпы оқуда жеке оқытуға көшуге байланысты оқу мақсатынан 3 сабақ мақсатын шығарып алдым. Сабақ мақсаты: 1-ші тыңдалған материалдар бойынша түсінген сөздерін белгілейді, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап береді. 2-ші суреттер арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асқанын талқылайды. 3-ші ауызша және жазбаша сөйлеу түрлерін тапсырманы орындауға қолданады. Осы мақсаттарымды басшылыққа ала отырып, төмендегідей әдістерді қолдандым. Осы бағдарламада саралау тәсілдерін қолдандым. Қосымша тілдік мақсатпен 3 тілді қарастырдым.
Тапсырмалар орындау барысында мынандай ресурстар қолдандым. Және смарт мақсат бойынша басқарудың белгілі әдісі алынды. Бірінші, ауызекі және де жазбаша сөйлеу дағдыларын дамыту. Екінші, өлшемді 3 тапсырма. Үшінші, сабақ мақсатына берілген тапсырмалар негізінде өлшенеді. Төртінші, шынайы қолжетімді жас ерекшелігіне және қабілеттеріне сай. Бесінші, 40 минутқа тиімді 3 тапсырма. Келесі. Тағы осы біліктілік арттыру курсында белсенді әдісті үйрендім. Қысқа мерзімді жоспарды құруда 3 тапсырманың барлығына белсенді әдісті кірістірдім. Мен сіздерге бірінші тапсырмамда инсерт әдісін қалай енгізгенімді айтып өтейін. Мен топтық жұмысты былай ұйымдастырдым. А тобы, топтасқан білім алушылар видео үздіктен түсінбеген сөздерді белгілеп алады, топта талқылайды. Тұжырымды топ алдында баяндайды. Б тобы Вен диаграммасында ауызша және жазбаша сөйлеу түрін салыстырады, ой қорытындысын жасайды. С тобы мәтін мазмұнына сай сұрақтарды өз бетімен құрастырады, нақты тұжырыммен жауап береді. Көріп отырғандарыңыздай, шиыршық әдісімен спираль жүргізілген, яғни тапсырмалар білім алушының қабілетіне қарай берілді. Топтық жұмыстың тиімділігі білім алушыда өзіне деген сенімділіктің пайда болуы, топтық жұмыстың нәтижесінде оқушыларға берілген материалды жақсы меңгерді, олардың шығармашылық қабілетін дамытуға септігін тигізді, сонымен қатар топтық жұмыс сабақты қызықты етіп өткізуге көмектеседі. Инсерт әдісі арқылы белсенді оқуға ынталары артады, өзара ынтымақтастықты жұмыс жасауына ықпал етеді, сыныптастарына деген сенімділігі, өз әрекетіне жауапкершілігі артады. Білім алушылар қалыптасатын дағдылары өз ойын ашық жеткізу, пікір алмасу, ортаға салу, қорытынды жасау дағдылары қалыптасады. Келесі. Қысқа мерзімді жоспар құруда тағы бір үйренгенім саралау. Сабақтың басынан мен барлық тапсырмаларды саралап алдым. Қазір мен 3-ші тапсырмамда қалай саралағанымды көрсеткелі отырмын. Бұл тапсырмамда жеке жұмыс қылып ұйымдастырдым. Балалар жеке жұмыс жасап жатқан кезде менің тапсырмаларым диалог және қолдау тәсілі арқылы сараланды. А оқушы сөйлемнің жалғасын тауып тиістісін қояды. Б оқушы берілген тірек сөздерді пайдаланып досына хат жазады. С оқушы сурет арқылы диалог құрастырады. Осы арқылы мен А оқушыдан жеңіл нәтиже күтемін. Б оқушыдан орташа нәтиже күтемін. Ал С оқушыдан жоғарғы нәтиже күтемін. Саралау тәсілінің тиімділігі әрбір білім алушыға мақсатқа қол жеткізуге ықпал етеді. Саралаудың осы түрі оқытуда қолдану оқушылардың қабілетін анықтауға көмектеседі. Қалыптасатын дағды. Саралау әдісінде білім алушылардың өз бетінше тұжырым жасау, топ алдында өз тұжырымын айта білу, ойын қорғау, білу дағдысы қалыптасады. Келесі. Тағы бір үйренгендерімнің бірі критериалды бағалау. Оқу мақсатынан шыққан 3 сабақ мақсатынан бағалау критерийін құрдым. Критериялы бағалаудың тиімділігі мұғалімге оқушының оқу жетістіктерін объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді. Оқушыларға оқу үрдісі барысында тыңдалған қиындықтарды түсінуге, бағалауға мүмкіндік береді. Келесі. Көріп отырғандарыңыздай, 2-ші тапсырмамда критериялық бағалауды қалай енгізгенімді көрсетемін. АЖБ берілген 2 суреттерді салыстырады, сөйлеудің қай түрін жүзеге асатынын айтады, дескриптор сурет бойынша сөйлеудің қай түрі жүзеге асқанын айтады. БЖБ сөйлемдерді суреттің атауы болатындай сәйкестендіреді. Олардың әрқайсысы сөйлеудің қай түрін қолданғанын айтады. Дескриптор суреттерді атауымен сәйкестендіреді. Сөйлеудің қай түрін қолданғанын айтады. СЖБ алғашқы адамдар суреттердің көмегімен не айтқысы келгенін оқып береді. Дескриптор суреттің көмегімен не айтқысы келгенін оқиды. Дескриптордың тиімділігі оқушының ең жақсы нәтижеге жетудегі әрбір қадамның жетістігі. Бұл тапсырмада қолданған қалыптастырушы бағалау мен бір сөзбен бағалау әдісі. Ал қалыптастырушы бағалаудың тиімділігі оқу мақсаттарын бағалау, ілгерілеу, өлшеу, білім алушыларды ынталандыру, өзара бағалау, өзін-өзі бағалау, тиімді кері байланыс беру. Кері байланыс 5 саусақ әдісі арқылы жүргізілді. Кері байланыстың тиімділігі оқушының оқыту үрдісін қалай өткені және қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы білуге септігін тигізеді. Келесі.
Осы біліктілікті арттыру курсында ықшам сабақты жоспарлауда саралау тапсырмасын құрастыру, оқу мақсатына сабақ мақсатын шығару қиын болды. Осы қиындықты шешуді тренерімнен түсінік алдым. Және де қысқа мерзімді жоспар құру барысында сабақ мақсатына сай тапсырмаларды құрастыруда әріптесім Абдыбаева Айсұлумен бірлесе отырып талқыладық. Алдағы уақытта тәжірибемде оқу мақсатымен байланыстыра отырып, мақсатқа жету үшін түрлі әдіс тәсілдерді қолданамын. Осы курста алған тәжірибемді әрі қарай дамытамын. Назарларыңызға рахмет. 6-шы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Исталетова Нағима Әметқызы. Осы білім арттыру курсына қатыса отырып, мен қысқа мерзімді жоспарды 1-ші сыныптың сауат ашу пәніне құрып отырмын. Тақырыбы Т дыбысы мен әрпі 2-ші сағаты. Сонымен бірге мен сауат ашу бағдарламасымен таныса отырып, бағдарлама іштен 2-ші оқылым бөлімінен 2-1 оқу түрлерін қолдану бөлімшесінен 1-2 оқудың түрлерін буындап оқу, тұтас оқу, түсініп оқу, қолдану оқу мақсатын алдым. Және осы мақсатқа 1-2, 9-2 әріпті тану, ажырату, оны дыбыспен сәйкестендіру мақсатын таңдадым. Себебі бұл қосымша мақсатты таңдаған себебім алдыңғы сабақтарда алынған кері байланыстың әсерінен кейбір оқушылардың тақырыпты меңгермегеніне байланысты болды. Бағдарлама талаптарына сай, жалпы оқудан жеке оқуға көшуге байланысты оқу мақсатын 3 сабақ мақсатына сақаладым. Бірінші, Т дыбысына берілген сөздерді тұтас түсініп оқуды қолдану. Екінші, мәтіндегі суретті болжау арқылы мазмұнын айта алады. Үшінші, сурет бойынша өз көзқарастарын өмірмен байланыстырып айта алады. Осы қысқа мерзімді жоспарлауды құру үшін төмендегідей әдіс тәсілдерді қолдандым. Осы білім жаңарту курсында тілдік мақсат алдым. Менің жоспарымдағы тілдік мақсат оқушылар Т дыбысы бар сөздерді оқиды. Сонымен бірге менің сабағым құндылықтарды дарыту, яғни ынтымақтастық пен құрмет мақсатына негізделіп алынды. Және де білім алушылар өз тәжірибесі негізінде оқиды. Қысқа мерзімді жоспарды смарт мақсатқа негізделген. Оқу мақсаты нақты қойылды, берілген тапсырмалар өлшемді, жас ерекшелігіне сай тапсырмалар қолжетімді, тапсырмалар шынайы алынды, уақытты тиімді пайдаланды. Келесі, осы курста мен интербелсенді әдістермен таныстым. Белсенді әдісті қысқа мерзімді жоспарымда қолдандым. Осы белсенді әдісті ұжымдық, топтық, жеке жұмыстарда қолдандым. Екінші тапсырмада белсенді әдіс, жексо әдісін енгіздім. А тобына берілген суретке қатысты әңгіме құрастырады. Б тобы оқиғаның соңын болжайды. С тобы мен өз туған күнімді қалай өткізер едім. Осы жерде шиыршық әдісі арқылы, яғни жеңілден ауырға, балалардың қабілеттеріне қарай тапсырмалар бердім. Осы тапсырманы беру арқылы шығармашылық қабілеттерін жексо әдісі арқылы оқушылардың оқуға деген ынталары артып, бірлескен топта жауапкершілік сезініп, ынтымақтастық қарым-қатынаста жұмыс жасауына ықпал етеді. Топтық жұмыстың білім алушылар әңгімеге, оқиғаның соңын болжау, шығармашылықпен айналысу дағдылары қалыптасады. Өз ойларын еркін, нақты, ашық айта алады. Білім алушыларда оқу және танымдық қасиеттерді және байланыстыра сөйлеу дағдылары қалыптасады. Өз ойларын еркін, нақты түрде жеткізе алады. Сонымен қатар курста саралау жұмыстарына таныстым. Және сол саралау жұмыстарын үйрене отырып, қысқа мерзімді жоспарды құрған кезде сабақ мақсаттарын сараладым. Бұл саралауға 1-ші тапсырмаға алдым. Сол тапсырма тәсілін қолдандым. Жұптық жұмысты ұйымдастырдым. Мұның құрамына білім деңгейі әртүрлі оқушыларға арналған тапсырмалар келеді. А жұбына әріптерден буын құрастыр, Б жұбына буындардан сөз құра және оқы, С жұбына өлеңді түсініп оқы. Осы тапсырма тәсілі арқылы базадан шығармашылыққа алып кеттім. Саралаудың тапсырма тәсілін оқуға қолдануда оқушылардың қабілетін анықтауға көмектеседі. Саралап оқытудың тиімділігі білім алушылардың оқу мақсатына қол жеткізу үшін өз бетімен жұмыс жасайды, дағдылары дамиды. Осы курс кезінде мен критериялық бағалаумен таныстым және қысқа мерзімді жоспарыма да енгіздім. Осы критериялық бағалаудың 3 сабақ мақсаттарын алдым. Бірінші, буын шапшаң түсініп оқи алады. Екінші, дұрыс байланыстырып, каллиграфиялық нормаларға сай тапсырмаларды орындай алады. Үшінші, нақты сөйлеу арқылы мәселені түсінгенін айта алады. Критериялық бағалаудың тиімділігі білім алушылардың әртүрлі көзқарастарын білдіруге және сыни ойлауын дамыту арқылы оқу мақсатына жетеді. Енді қазір мен 3-ші тапсырмадағы бағалау критерияларына тоқтап өтейін. А оқушыға сенің мектепке баратын жолыңда нелер кездеседі? Екінші, сөздерді буындап оқы. Бұл жерде дескрипторы мектепке баратын жолда нелер кездесетінін айта алады және буындап оқи алады. В оқушы көрсетілген таныс белгі бойынша сөйлем құрап жаз және тұтас оқы. Бұл жерде белгілерінде дескриптор белгілер туралы анықтама айта алады және сөйлем құрап жазады және оқи алады.
Үшінші, С оқушыға бірінші көлікке мінгенде өлеңнің түсіне оқып, сол өлеңнің ішінен Т әрпінен кездесетін сөздерді тапсырма берілсе, және екінші шығармашылыққа байланысты жолда қалай жүру қажет екенін айт, яғни өзінің шығармашылығына беріледі. Бұл жерде дескриптор өлеңді түсіне оқи алады, Т дыбысына кездесетін сөздерді табады, өз ойын жүйелі жеткізеді. Жалпы қалыптастырушы бағалаудың тиімділігіне тоқталып өтсем, білім алушы өзінің оқу жетістіктерін бағалап отырады, пәнге деген қызығушылығын артады. Бұл жерде мен қалыптастырушы бағалауға жетон әдісін алдым, және білім алушыларға әртүрлі түстегі жетон әдісі арқылы бағаланады, яғни жауаптарына сәйкес. Жасыл түс өте жақсы, қызыл түс қанағаттанарлық, көк түс жақсы деп. Жалпы дескриптордың тиімділігі білім алушылар тапсырмаларын жоғары деңгейде қажет екенін, орындау қажет екенін біледі және нақтылыққа үйренеді деп ойлаймын. Сонымен бірге мен қысқа мерзімді жоспарлауда кері байланыстың тиімділігін айтып өткім келеді. Оқушының оқу үдерісі қалай өткендігі, қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы білуге болады. Мен бұл жерде желкенді қайық кері байланысын алдым. Бұл жерде оқу мен оқытудағы кедергілерді айқындап келіп, оқытуға дайындалуға мұғалімге түрткі болады. Жалпы осы жаңа білім бағдарламасында мен осы ықшам сабақты жоспарлаудың ықпалын негізге ала отырып, жалпы білім жаңарту курсына қатысу арқылы жаңа оқу бағдарламасының әдіс тәсілдерімен таныстым. Осы әдістерді жан-жақты жоспарына қолдану арқылы көптеген қиындықтарға жолықтым. Тренердің маған берген кері байланысы арқылы қысқа мерзімді жоспарды құру, жаңа форматта жазу үлгісін жазу, білім алушылардың деңгейіне қарап қандай тапсырма беру қажет екенін үйрендім. Маған осындай кезде бағдар берген курстағы тренерім және әріптесім Есіпбек Рима көмектесті және алғысым шексіз. Дәлелдемелер көрсетілген. Жалпы осы жаңартылған білім бағдарламасы бойынша үйренгенімді айтып өтсем, әртүрлі әдістерді іздену арқылы құнды ойлар пайда бола бастады. Алдағы уақытта оқушылардың дарындық деңгейіне саралап оқыту әдістері арқылы жұмыс жүргіземін деп ойлаймын. Курстан алған белсенді әдістерді іс тәжірибе кезінде сабағыма тиімді қолданамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңаөзен қаласы 9-шы орта мектеп бастауыш сынып мұғалімі Ишманова Нағима Наурызбайқызы. Мен осы біліктілік арттыру курсында қысқа мерзім жоспарымды 1 сыныбына сауат ашу пәнінен құрып отырмын. Тақырыбым ә дыбысы мен әрпінің бірінші сабағы болғандықтан сауат ашу бағдарламасымен таныса отырып, бөлім оқылым жазылым бөлімше 2-9 дыбыс пен әріпті тану және ажырату, 3-8 каллиграфиялық нормаларды сақтау бөлімшесінен оқу мақсатын таңдадым. Оқу мақсаты 1-2-9-1 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру. 1-3-8-1 жазу жолын жоларалық кеңістікті жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу. Қазіргі жаңа бағдарламалардың талаптарына сай, жалпыдан жеке оқуға көшуге байланысты оқу мақсаттары мынандай 3 сабақ жоспарына сай сараладым. Бірінші, ә дыбысы мен әрпін таниды, ажыратады, дыбыспен сәйкестендіреді. 2, шағын мәтінді оқып, сұрақтарға жауап береді. Мәтін бойынша өз пікірлерін айтады. 3, ә дыбысы бар сөздерді буынға бөледі. Осы қысқа мерзімді жоспарымда әртүрлі педагогикалық әдіс тәсілдер қолдандым. Педагогикалық байланыс, дүниетану, математика, тілдік мақсат, ә дыбысынан келетін сөздерді айтып үйренеді. Құндылықтарды дарыту, оқушыларды бір-біріне құрмет көрсетуге тәрбиелеу. Ресурстар, интерактивті тақта, қалам, маркер, тағы басқа. Смарт, ә дыбысы мен әрпін таниды, өлшемді 3 тапсырма сабақ мақсатына берілген тапсырмалар негізінде өлшенеді. Шынайы қолжетімді жас ерекшелігіне сай мақсаттар уақыт бойынша есептелінеді. Келесі. Осы біліктілікті арттыру курсында осы белсенді оқу әдісімен таныстым және оны басқа мерзімде жоспарға сай қолдандым. Сабақ мақсаты шағын мәтінді оқып, сұрақтарға жауап береді. Өз пікірін айтады. Оны 3 топқа сараладым. А тобы, Б тобы, С тобы. А тобы мәтінді оқиды, ә дыбысы мен әрпі бар сөздерді табады. Б тобы мәтінді оқиды, жұбына не түсінгенін айтады. С тобы жұптар бір-біріне сұрақ қояды, қысқа ойындар туралы әңгімелейді. Жұптық, топтық жұмыстық тиімділігі білім алушылар есте сақтау, пікір алмасу, ортаға салу, қорытынды жасау дағдыларын қалыптастырады. Өз ойын ашық айта алады. Білім алушыларда қалыптасатын дағдылар ұйымшыл болуына, бірігіп жұмыс жасауына, берілген тапсырманы толық меңгеруіне ықпал тигізеді. Қалыптастырушы бағалау жапырақтар әдісі арқылы бағаладым. Ағашқа түсінгендер жасыл, орташа сары, түсінбегендер қызыл жапырақтар жабыстыру
жабыстырады. Келесі. Осы қысқа мерзімді жоспар құруда саралаудың нәтиже тәсілін қолдандым. Мақсаты ә дыбысы мен әрпін өз бетінше қолдануға дағдыланады. Осы саралау тәсілінде жеңілден күрделіге қарай 3 тапсырма алдым. А жұбына ойлан, бірік, бөліс, ә дыбысы бар сөздер құрайды. Сол сөзді қатыстырып, сөйлем құрап жазады. Мысал, дәрігер, әтеш, дәурен сөздеріне. Б жұбына суреттегі ә дыбысына қатысты сөздерді тауып жазады. Дыбыстық талдау жасайды. Буындап оқиды. Мысал, әже, сәбіз, әтеш сөздеріне. С жұбы көп нүктенің орнына жоғалған әріп таңбасын жазады. Ә дыбысының қай буында келетінін табады. Әнші, дәрумен, әткеншек. Саралаудың әдістерінің бірі тапсырмалар арқылы саралау. Әртүрлі қабілеті бар оқушыларға тапсырмаларды беру арқылы оқушылардың өз бетінше тұжырым жасау, топ алдында өз тұжырымын айта білу, ойын қорғай білу қабілетін дамытуды саралап қолдану. Саралап оқу тиімділігі әрбір білім алушыға мақсатқа қол жеткізуге ықпал етеді. Қалыптасушы бағалау 5 саусақ арқылы бағаланады. Келесі. Осы бағдарлама барысында қысқа мерзімді жоспар құруда критериалды бағалаумен таныстым. Осы оқу мақсаты пайдаланып шығарған сабақ мақсаты мынадай бағалау критерияларын құрдым. Бірінші сабақ мақсатына ә дыбысы мен әрпін таниды және оны дыбыспен сәйкестендіреді. Екінші, ә дыбысы бар сөздерді буынға бөледі. Үшінші, ә дыбысы мен әрпі бойынша алған білімдерін тәжірибе арқылы іске асырады. Критериалды бағалаудың тиімділігі сабақ мақсатындағы тапсырмаларды орындай отырып оқу мақсатына жетеді. Келесі. Осы критериалды бағалаудың бірінші тапсырмамда қалай енгізгенді айта кетейін. Бұл жерде ұжымдық, жұптық және тізбектеу оқу әдістері жүретін болады. Бұл жерде сабақ мақсаты ә дыбысы мен әрпін таниды, ажыратады. Әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазалады. Бұл жерде нұсқаулық ретінде сурет беріледі. Суреттегі берілген сөздерді оқиды. Таныс емес әріпті айтады. Мысалы, ән, сән, дән, дәрі, тәтті, осы сөздердің ішінде таныс емес әріпті атайды. Бұл жерде таныс емес әріп ә дыбысы. Жеке айту, формен айту және де үш тілділік ретінде әтеш, петух, шейх, әке, отец, фазе, әже, бабушка, грант, мазе. Одан кейін активация жаттығулар балдарға көрсетіледі. Көрсету арқылы қайталатамын. Енді бұл жерде бірінші тапсырмамда дескриптор оқулықтағы суреттермен жұмыс жасай алады. Суреттегі сөздерді оқиды, дыбыс пен әріпті танысады. Ә дыбысының дауысты екенін анықтай алады. Ә дыбысы сөздің басында, ортасында келетіндігі ережесі қалыптастырады. Екінші оқылым бөлімі жұптық жұмыс ретінде алынды. Тізбектеу оқу, бұл жерде балдарға ә дыбысы жазылған сөздер беріледі. Оны балдар буындап тізбектеу оқи алады. Келесі жазылым бөлімі ә дыбысының бас және кіші әріпін жазып көрсететін боламын. Бұл жерде қалыптастырушы бағалаудың тиімділігі оқушылардың пәнге деген қызығушылығы арттырады. Оқу жетістіктерін бағалай отырып, оқушы білімі одан әрі дамуына ықпал етеді. Мұғалім мен оқушының арасында кері байланыс қамтамасыз етеді. Қалыптастырушы бағалауға жетістік баспалдағы арқылы бағаланады. Келесі, ықшам сабақ жоспарлауда тренердің маған берген кері байланыс арқылы қысқа мерзімді жоспарды жаңа форматта жазу үлгісін, жазу білім алушылардың деңгейін қарап, қандай тапсырма беру қажет екенін үйрендім. Әріптесім Ұрыскүл апайға алғысым шексіз. Алдағы уақытта тәжірибемде ықшам сабақты жоспарлауда үйренген білімдерімнің барлығын тиімді қолдануда алған білімді әріптестеріммен бөлісуді жоспарлаймын.